күйеуім қайтыс болады ғой, күйеуім қайтыс болған кезде андағының қағаздарын бәрін алып алады да Айсұлтовтың атына қатырып қоямыз дейді. Сонда айтпайды екен менің атыма неге қатырып қоймайсың деп. Олар 4 комнат үй салып беріп, 2 комнат үй салып береміз деп уәде етіп кетеді. Олар адамға береді. Құжаты менікі. Құжаты менікі деймін. Бердім ғой мен құжат. Сол бойынша мен салдырмай 24 жыл бойына салмай салдырмай келе жатқан жерім. Былтыр мен ауырып қаралмай қалдым да, Верховный сотқа беріп тастадым оны. Маған өстіп 26 жыл бойына маған жер бермей отыр деп. Ұтылғанда мен Верховный просто жазылып кеттім. Олар сот болған екен дейді. Сотта бір адам мен есімім деп келген жоқ. Есімім деп келген жоқ. Все. Құжаттарыңызды алып келіңіз, бірге көрейік. Ана, неге айтайын? Жоқ, тұр ғой құжат, қарамайсыз ба? Bir қарап шықсын тағы да. Әрине көмектесіңіз келеді сіздің неңізді. Жоқ, мынау құжат емес па не? Мынау құжат емес па? Мен салып алатын едім. Жоқ, мынау. Құжат емес. Неге құжат емес? Жоқ, госактыны бермей отыр ғой, Айсұлтовқа тапсырып тастаған. Енді болмаса мына кім тергін беріп тұрмын. Рассмотреть заявление по вопросу улучшения условий строительства индивидуального жилого дома Акимова Устроена. Жоқ, екі рет цемент жасап берді маған. Цементтің үстіне неге салады олар? Акция жасап алған адамдар неге цементтің менің салып берген цементтің үстіне салады? Соған жауап беріңізші. Неге ол әшейін? Жоқ, заявление емес, цемент 2 рет салды. Бір цементті бетіне қатыра салған. Ол көшіп кетсін деп, екінші цемент 4 комнат үй, 2 комнат үй салу керек болған. Сабыр сақтай алмай отырмын сол. Таңнан бері. Көріп отырмын, сақтаймын. Сақтай алмай отырмын. Қазір құжаттарыңызды тағы да архивке бәр жерге көрейін өзім. Бұл құжат емес, бұл әшейін заявление. Жоқ, кешіріңіз. Менімен бірге 10 адам алған адамның бәрін үйін көрсетіп шығам. Құжат емес, ол құжат. Құжаттарын көтеріңіз бұл кісі. Жоқ, маған жоқ жақсыбай деп қашпасаңдаршы. Мен қашып жатқан жоқпын, ана прокуратураға беріп қойдым. Хорошо. Хорошо дейді. Қайтадан дозорға жіберді. Дозорың спокойно жүр. Потому что дозордың сіздердің комнаттарыңызға барып жүргенін көрдім мен. Дозордың бастығымен. Сыбайласыңдар, қазақша айтқанда. Сіздің құқығыңыз жазыңыз, дұрыс жазсаңыз. 4 ай болды ғой жазғаныма. Жарайды енді, қарайды ма? Қарамай жатыр ғой. Апай, мен өзім көтерейінші. Жоқ, жауап берген жоқсыз әлі. Жауап берген жоқсыз. Онда сізді де үстіңізден сотқа беремін. Ренжімеңіз, сотқа беремін. Сені сервайшы сотқа беремін деп. Бүгін 6 август Қырықбаев Батан ұлы, Қырықбаев Данияр Батанұлына приемға келдім. Сәлеметсіздер. Абай 90, 9 этаж, 906. Именно. Әлі бекер басы бөлім басшысы Алатау Бостандық бойынша Алматы қаласы бақылау басқармасы. Дұрыс, өте жақсы, қуаныштымын. Мен осыншама күндері келіп жүрген кезде тек қана заявление тастап, окошкадан ғана тастап кетіп қалып жүретінбіз. Не жауабы жоқ, не несі жоқ. Сіздерден сразу алған күні жаңа 144 бойынша сізге бәрі жаңа